Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Сіздермен бірге жалпы тәжірибе дәрігері Қуанбек Бақытханұлы. Бүгін біз жалпы балаларда болатын сарғыштық, оны емдеу жолдары, қандай клиникалық белгілері болады, сол туралы айтатын боламыз. Каналға жазылып, қазақ тілді медицинаны қолдап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Жалпы бізде сарғыштықтың екі түрі кездеседі: физиологиялық сарғыштық және патологиялық сарғыштық деп екі түрге бөлеміз. Жаңа туылған балаларда көбінесе бізде физиологиялық сарғыштық болып келеді. Мысалы, көп ата-аналар бірден осы үйге шыққаннан кейін менің балам сарғайып кетті, мен бірден дәрі беріп бастау керекпін деп айтып жатады. Ол дұрыс емес болып келеді. Көп жағдайда бізде норма бойынша негізі 2-3 аптаға дейін физиологиялық сарғыштық болып есептеледі. Одан кейін ол өз еркімен кетеді. Ал патологиялық сарғыштық ол бізде емді қажет етеді. Патологиялық сарғыштық бізде қалай, не себепті пайда болады? Ол біріншіден жүктілік кезде анасында әртүрлі инфекциялардың кездесуі, мысалы цитомегаловирусный инфекция болуы мүмкін, немесе стресстер болуы мүмкін, немесе көптеген токсикалық дәрілерді қолдануы мүмкін. Сол себептерден немесе туған туыстарында, немесе ата-аналарында осы бауырдың қызметінің бұзылуы кезінде бізде патологиялық сарғыштық кездеседі. Ал қалған уақыттарда көбінесе бізде физиологиялық сарғыштық болып келеді. Жалпы бізде сарғыштық қалай пайда болады, соның механизмін қазақи тілде сіздерге айта кетейін. Бізде жалпы билирубин деген бар организмде. Соның жұмысының дұрыс болмау нәтижесінде бізде осы сарғыштық пайда болады. Мысалы, жаңа туылған балада әлі бауыр толық қызметін атқара алмайды. Соған байланысты бізде билирубин, тікелей емес билирубинге айнала алмай қалады. Соның нәтижесінде бізде организмде осы билирубиннің көп сақталып, үлкен дәретімен шықпай қалу нәтижесінде осы бізде сарғыштық пайда болады. Сарғыштықты қалай біз анықтаймыз және оның емдеу жолы қандай болады? Бізде сарғыштықты анықтаған кезде Крамера шкаласы деген бар. Көп жағдайда осы шкаланы біз қолданамыз. Бұрынғы уақытта да қолданған, қазіргі кезде де біз осы шкала бойынша емдеуіміз қажет. Ол қандай шкала десеңіздер, қазір мына жерге суретін қалдырып кетем, оны сақтап алсаңыздар болады. Ал қазір қай дәрежесіне қарап қандай лечение қолданады, соны айтып беретін боламын. Бізде Крамера шкаласы бойынша 5 дәрежеге бөлінеді осы физиологиялық сарғыштық. Ең бірінші дәрежесі кезінде бізде жаңа туылған балада сарғыштық тек бет аймақтарында ғана кездеседі, басқа ешқандай жерінде болмайды. Ол бізде бірінші дәрежесі. Ал бізде екінші дәрежесі кезінде сарғыштық ол бізде уже кіндік аймағына дейін таралады. Ол кезде бізде уже екінші дәрежесі болып есептеледі. Ал бізде уже үшінші дәрежесі кезінде бүгілетін аймақтарға келеді. Яғни біздің жаңағы шынтақ бүгілетін аймағы, ал төменгі жақтарда болса тізенің бүгілетін аймағына дейін келеді. Одан кейін бізде төртінші дәрежесі кезінде уже полный балада сарғыштық болады, тек екі-ақ жерінде болмайды. Ол қай жерде десеңіздер, бірінші алақаны, екінші табаны. Егер табаны мен алақанында болмаса, ол бізде төртінші дәрежесі болып есептеледі. Ал бесінші дәрежесі кезінде бүкіл денесі, табаны, алақаны бәрі сарғыш болады. Осыған байланысты бізде лечение қолданылады. Біз қазіргі практикада көп кездесіп жатады. Мысалы, көреміз, баланы барып қараған кезде бетінде немесе және кіндік аймаққа дейін болған кезде көп ата-аналар айтады, менің балам сарғыш болып тұр, неғып бізге бірден дәрі бермейсіздер деп айтады. Мен ол кезде түсіндірем, осы Крамер шкаласы деген бар, сол бойынша осындай дәрежеге бөлінеді. Сізде қазір лечениені қажет етпейді деп түсіндіріп айтып кетеміз. Ал бізде ең бірінші дәрежесі кезінде және бетінде болған кезде лечение қажет емес. Ал егерде кіндікке дейін болса сарғыштық, ол кезде бізде фототерапия дейді, яғни лампыға жатқызу әдісі қолданылады. Ешқандай гепатопротекторларды, ешқандай дәрі берудің қажеті жоқ.
осы фототерапияға жатқызып, балаңызды көп емізетін болсаңыз, жазғы уақыттар болса көбірек күнге жатқызатын болсаңыз, осы сарғыштық өзімен-ақ кетеді. Одан кейін 3-ші дәрежесі кезінде бізде бүгілетін аймақтарға дейін таралады дедік қой, ол кезде тоже бізде фототерапия әдісі қолданылады. Егер 4-ші, 5-ші дәрежесі болған кезде ғана біз қосымша дәрілерді береміз, немесе стационарный ем қажет болады. Жалпы біз бұл кезде ескеретін жағдайлар, ата-аналар, бірінші үйге шықтыңыз, бірден әртүрлі, қазір өзімнің практикамда да көріп жүрмін, урсасанды береді, немесе хапитолды береді, немесе хлодександы береді. Оның бәрі дұрыс емес. Бірінші сіз дәрежесін анықтап алыңыз, немесе егер өзіңіз білмей жатқан жағдайда өзіңізді үйге келіп тексерген дәрігерден сұраңыз, мен қазір лечение қолдануым керек па, қолдануым керек емес па деп. Егер де сізге жаңағы дәрежесі бойынша анықтап 4-ші, 5-ші дәрежесін қойып жатса, сол кезде ғана дәрілерді және стационарный лечение алсаңыздар болады. Қалған уақытта үй жағдайында ем алсаңыздар өз еркімен кетеді. Физиологиялық жылытуха дегеніміз бізде қазіргі уақытта 1 айға дейін созылып жатыр. 1 айдың ішінде уже кетпей жатса, онда уже ары қарай тексеріліп, уже мамандардың консультациясын алу керек болады. Бұл жерде ескеретін жағдай сарғыштық кезінде ең біріншісі мамасы дұрыс емізу керек, емізу техникасын сақтау керек. Күндізгі уақытта жоқ дегенде 8 рет, ал түнгі уақытта 4 ретке дейін емізу керек. Не үшін көп емізу керек? Өйткені көп емген сайын бала үлкен дәретке де шығады. Үлкен дәретпен бірге осы біздегі организмде және шықпай қалған билирубиндер сыртқа шығады. Сол арқылы бізде осы сарғыштық кетеді. Екінші, ол бізде фототерапия. Фототерапияны қалай қолданады дейтін болсаңыздар, жалпы біз фототерапияны қолданған кезде ескеретін жағдайлар бар. Ол ең бірінші, баланы жатқызған кезде фотолампының астына көзін жабасыздар, кіндігін жабасыздар. Міндетті түрде жабу керек. Ескеретін жағдай, әр фотолампыға жатқызатын кезде сіз міндетті түрде баланың температурасын өлшеу керексіздер. Не үшін өлшеу керек? Кей жағдайда болады, ответный реакция ретінде, немесе көп жатқызып қойған жағдайда баланың денесі ысып кетеді, даже 38-37-5-ке дейін көтеріледі. Ол кезде қайтадан жатқызатын болсаңыз, бала мазасызданып, кейін әше лампыға жатқыза алмай қалуыңыз мүмкін, немесе басқа да асқынуларға келуі мүмкін. Сол үшін міндетті түрде фотолампыға жатқызатын кезде температурасын өлшеңіздер. Егер де температура болмаса, уже қайтадан жатқызсаңыздар болады. Фотолампыға қанша уақыт сайын жатқызу керек деген сұрақтар жиі келеді. Фотолампыға біз жатқызуымыз керек каждый 2 сағат сайын. 2 сағат баланы жатқызасыз, 2 сағаттан кейін қайтадан баланы тұрғызасыз, емізесіз, кекіртесіз, одан кейін температурасын өлшейсіз. Бәрі жақсы болса, одан кейін ұйықтаған уақытында қайтадан жатқызу керек. Күніне қанша сағат жатқызу керек деген сұрақтар жиі келеді. Каждый 2 сағат сайын жатқызу керек. Сонда мысалы күндізгі уақыттың өзінде 12 сағат деп есептесек, сонда каждый 2 сағатты бөлгенде 6 ретке дейін жатады. Каждый 2 сағат сайын үзбей 10 күн жоқ дегенде лампа алу керек. 10 күн ішінде егер сарғыштық кетпей жатса, онда уже ары қарай билирубинді анықтау керек, мөлшері қанша, стационарлы емге жолдау қажет болады. Ал сіздерге бүгінгі ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Достарыңызбен, ата-аналармен бөлісіп, қажетті мәліметті біле жүріңіздер. Ауырмаңыздар.